Қазіргі жағдайларда халықтың ішінде ең өзекті мәселе олардың әлеуметтік жағдайы, күнделікті тыныс тіршілігіне қатысты мәселелер. Бүгінгі ел президентінің Қазақстан Республикасының парламентінің бірлескен отырысында жасаған 5 әлеуметтік бастаматы үндеуі осы көптеген сұрақтарға жауап берді деп ойлаймыз. Шын мәнінде қарасаңыздар, қазіргі халық толғандыратын бірінші мәселене тұрғын үй мәселесі болатын болса, осы тұрғын үйді алуға қатысты 7-20-25 бағдарламасын ұсынды. Бұл қазіргі кездерде осы тұрғын үй алуға кезекте тұрған, ала алмай жүрген тұрғындарға үлкен жеңілдік. Өйткені бұрын несие алған кезде 14-16% несие алатын болса, қазір оның мөлшерін 7% қылып отыр. Және де бұрын енді көптеген кісілер біздің бастапқы жарнамыз жоқ үй алуға, оны қалай төлейміз, мынау көп қой деген болатын болса, қазір енді ол 20%-дан аспайтын болды бастап төлейтін жарнамасы. Сондай-ақ көптеген жағдайда 10-15 жылға несие берген жағдайда олардың мөлшері, олар күнделікті айлығына өте салмақ түсіретін, ал 25 жылға созған кездерде бұл несиенің өтеу мерзімін ол 2 есе азаяды. Бұл деген сөз, яғни осы 3 нәрсе 7-20-25 деген осы әлеуметтік мәселені шешуде үлкен ықпалы бар. Бұның аясында қазір көптеген тұрғын үйге жете алмай жүрген біздің тұрғындарымыз осы тұрғын үйге алуға үлкен мүмкіндік жасайды. Жалпы енді бұл бастаманы Нұр Отан партиясының жүзеге асу барысында ұйытқысы болып, тиісті мекемелермен жұмыс жасайтын болады. Алдағы уақыттарда біз осы әрбір бағыт бойынша тұрғындарды толғандыратын мәселелердің қалай шешіліп жатқандығын және қандай деңгейде, қандай мәселелер бар, соны халықпен тығыз байланыса отырып, осы мәселелерді бақылауда ұстайтын боламыз.